Көп демеген қамқоры әрбір үйдің әпке деген таңдайдан төгіледі тәтті жырың арнайы айтпағанмен. Саламатсыңдар ма балалар? Балалар, бүгінгі сабақта бастамас бұрын ең алдымен өзімізге аффирмация әдісі бойынша көңіл күй сыйлап алайық. Келіңдер. Алдымызда тұрған аффирмация сөздері соңылдан әрқайсымыз әрбір сөзден алып өзімізге көңіл күй сыйлап алайық. Алыңдар. Тоқпасыны болады. Әжере тұрған асық түрлері тұр. 3 түрлі асықтың түрі тұр. Сол асықтың түрлері кім қайда түссе, сол топқа барып отырамыз. Бірінші топ, сақа тобы қызыл, бірінші жаққа отырасыздар. Екінші теней тобы жасыл, екінші жаққа отырасыздар. Үшінші қойлық тобы. Асықтың әрбір түріне қарай 3-ке бөлінеміз. Отыра қойып, ала қойыңдар. Аламыз, тезірек ала қойыңдар. Топтарына қарай бөлінеміз. Қолымыздағы аффирмация бүгінгі күнімізге сәттілік, көңіл күйімізді көтеру үшін берді. Олар біздің тақырыбы Дулат Исабековтың «Әпке драмасы». Біз «Әпке драмасын» бірнеше сабаққа оқыдық, иә? Бүгін 5-ші сабақ өтіп келе жатырмыз. Әпке жайлы не білеміз? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай? Сол туралы бүгінгі сабағымызды өткіземіз. Ал енді сабағымыздың оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдарды, яғни соның ішіндегі психологиялық параллелизм, протез, эллипсис, сатира, ирония, перифраздарды сол шығармадан табамыз және автор стилін анықтаймыз. Бүгінгі мақсатымыз. Түсінікті ма? Жақсы. Олай болса, отырып, яғни психологиялық параллелизмді, эллипсис, протез, сатира, ирония, перифраз, осы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. Ал енді біз бүгінгі сабақты өтпес бұрын өткен сабаққа бір шолу жасап, үй тапсырмаларын қайталап алайық. Сұрақтар қоямыз. Ең бірінші, Дулат Исабеков жайлы не білеміз? Қане, білетіндеріңіз қол көтерейікші, Дулат Исабеков жайлы. Ал, Әйгерім. Дулат Исабеков 2-ші жылы Қазақстан оңтүстік облысында, оңтүстік Қазақстан облысында Сайрам ауданында дүниеге келген болатын. Жазушы, драматург, оны көптеген шығармалары студент кезінде жарық көрген болатын. Жақсы. Ал Дулат Исабеков қашан қайтыс болды? Ал, Мұхаммед қаттырақ. 2015 жылы 21 ақпанда. Аха, жақсы. Отмалары бар. Ал, Арай. Дулат Исабековтың қазіргі біз өтіп жатқан «Әпке драмасы» бар, және де «Гауһартас», «Бекет» жинағы 1966 жылы шыққан болатын, және де одан басқа тағы да көптеген шығармалар бар. Жарайды, отыра қойып. Ал, осы біздің кім біледі? Ал, Елнұр. Әпке драмасы 1977 жылы. Жақсы, 1977 жылы жазған екен. Отыра қойып. Қандай кейіпкерлер бар осы драмада? Ал, Бауырсан. Қамажай, оның бауырлар, Омар, Тимур, Теміржан, Ермек, Назила бар. И Назиланың құрбысы Гауһар. Жақсы, отыра қойып. Ал, пьесада, осы пьесада қандай мәселе көтерілген? Ал, Аяжан айта қойып. Пьесада жаңағы бізде өзінің отбасындағы бауырмашылдық туралы көтерілген. Бауырмашылдық жайлы. Жарайды, отыра қойып. Ал, Әйгерім не қосасыз? Бұл пьесада бізде өзінің ата-анасы қайтыс болғаннан кейін соның орнын басып бауырларына жетімдікті көрсетпей өсірген әпкесі туралы. Жарайсың, отыра қой. Өте тамаша. Шығармадағы кейіпкер бүгінгі өмірде кездеседі ме? Қандай ұқсастығы бар және айырмашылығы бар? Қалай білесіңдер? Ал, Мерей айта қой. Шығармадағы кейіпкерлер бүгінгі өмірде кездеседі. Көп отбасында ата-анасынан айырылып, әкесі орнын басып, сол бауырларына бауырмашылдық көрсетеді. Дұрыс. Ұқсастығы, айырмашылығы бар ма? Дәл сол Қамажайдың өміріндей тұрмыс тұрмай кеткен. Бар бұл. Ал, әке шешесін жоқтатпаған Қамажайдың еңбегі ақталды ма? Ал, Сұлтан айтасың ба? Айта ғой. Ақталды. Оған қандай дәлел бар? Жарайды, тұрағы, келесі. Мерек айта ғой. Барлық бауырлар жақсы жұмыс орындарына түсіп, сол жақсы өмір сүреді. Иә, жақсы жұмыстарды істеп, еңбектерін атқарып жүр, иә. Жақсы. Ал олай болса, біз пьесадағы сюжеттік композициялық құрылымы үйге берілген болатын, иә. Барлығымыз дәптерге жазып берген шығармыз. Ал олай болса, бүгін қазір мына жерде портал әдісі бойынша тесті мені ашамыз, тапсырманы. Кім
chiqadi ekan. Shartnomaning birinchi boshqaruvi ikkidan kelyapti. Qalay bo'ldi kelinlar? 이번에 이제 또 사람들이 이거 자기 아니야? Tuman kunini atab o'tib kerak o'tirib. Iya, uy shunga tanso'ra, biz o'z qarasam, men o'z fikrimni Жақсы. Odan keyin bizga shirin suv qalay bo'ladi? Apay. Aziza bilib qo'y. Apay. Жақсы. Kartosh. Qalay bo'ladi? Ko'rsat. Kartosh shekilli. Iya, so'sin kartosh shekilli bo'lgan edi. Al, shishimni qilmaydi, ayolni kerak. So'nggi nemin aytdi shishim so'nggi? Жақсы, o'tiraman. Bugun bag'olada kim qalay қатысып жатыр? Үй тапсырмасына, сұрақтарға kim қалай жауап беріп жатыр? Сол бойынша мен бағалап кетемін. Умида әлі сұраққа жауап берген жоқ. Умид ертеңгі екі сұраққа жауап берді. Бәйгесі алған болсын, Сұлтанды, Балтекті, Даниял жауап бермеді. Сәлі Нұрмұхамед екі сұраққа жауап бердіңіз. Азиза шықты я татаға. Медер сұраққа жауап беріп жатыр. Сезім жауап бермедіңіз әлі. Қаусар да жауап бермеді. Аяғым жауап берді. Жақсы, Аяжан екі сұраққа жауап берді. Әйгерім алда келе жатыр. Бірнеше сұрақтарға жауап берді. Ал Арай да солай, Жан Сая да солай. Балалар біз топтық жұмыс жасаймыз. 5 минут уақыт береді. Барлығымыз топпен. Мына жерде берілген суреттер тұр сіздерге. Бірінші топ пьесаға байланысты қандай проблемалық сұрақтар қарастырасыздар? Көріңіздер. Топ дер. Я мақұлмат бермей сіздерді әңгімелеу екен. Үшіншісі несі? Мақаланы жазылмасы. Ал басам. Болған топ берсін. Екінші топ болды. Жақсы, барлық топ бітті. Қойыңыздар. Тез. Кетке дұрыс. Проблемалық сұрақтар. Қандай сұрақтар қарастырдыңыздар? Бұл болмады. Не үшін сұрақ проблемалық сұрақ? Неліктен болмады? Бұлға жақын болды. Неліктен жақын болды? Жақсы, екінші топты ортаға шақырамыз. Келе қойыңдар. Екінші айдықына келеміз. Сіздерді сурет бойынша пьесаны әңгімелейміз. Уақыт берілген, яғни бұл жерде Қамажайдың өзінің жастық шағын бауырларына арнап уақытын өтіп кетуі, жастық шағын өтіп кетуі. Жақсы, келесі. Бұл жақта бізде екінші суретте яғни Қамажай деуге болады. Ол өзінің жастық шағын яғни бауырларына арнады деп. Сіздерді мақал мәселе. Сіздің алақанат оттандасың. Алақанат берген. Жақсы. Келесі. әдепті адам арналды. Қазіргі топта жауап берген оқушылар белсенділік танытқандар үшін тағы да балдарды қосамыз. Бәйгелері алдында өсіп келе жатқандар Мерер, Кәусар, Сезім, Мадинаға тағы бал қосамыз. Аяру, Аяжан. Жақсы бізге суретпен құрастырып әңгімелеуде де жақсы нәтиже көрсетіп жатқандар. Бағаларын көріп отырсыздар, я? Бәйгелеріміз алға шауып озып келе жатыр. Балаусаға да жақсы бар. Жақсы, арғылай кеттік. Осы жердегі көркемдегіш құралдардың перифраз, эллиптис, иронияларды орындаңыздар. Жұптық жұмыс. Неге бөліп алыңыздар? Екінші болып, сіздер бұл жердегі үзінділердің қай көркемдегішке жататынын табасыздар? Жұптық жұмыс балалар. Үшінші болып, сіздер мәтін я сөйлем қайсысын құрай аламыз? Әрқайсымыз бөліп тауып қойдық. Жұптық. Ашетке берем бере салған елді. Жұптен мәтін я сөйлем құрастырамыз көркемдегіш құралдарды. Құралдар біздің негізгі мақсатымыз соған жету, осы шығармадан табуымыз керек. Сол үшін біз көркемдегіш құралдар бір ескеп сұрап алайықшы. Психологиялық параллелизм деген не еді? Кім айтады? Ал Аяжан айта ғой. Адамның жан дүниесіндегі күйзелісін яғни табиғатпен байланыстыра отырып суреттейді. Жақсы. Ал отыра ғой. Келесі эллипсис деген не еді? Эллипсис ал билік. Ой толық жеткізе алмауы, яғни сөз құлап қалу, және де оның сұққалуы, және де оның бір айырмашылығы сөз түскен жерде көрімдік түрі болады. Жазған кезде біз оны бірден табуымыз болады. Жақсы, көрінді болады. Жақсы, келесі сатира дегеніміз қандай еді? Ал, сұрақ. Әр дәуірдің өмір құбылыстарын тәжірибелі кейіпкерлердің ойындағы өрістер мінезді өткір сынап мысқылмен бейнелеу. Керемет, жарайсың. Келесі ирония деген не?
ирония алып мелек Агронизмнің немесе пікірді жасырын кері мағынада қолдануы, ол мысқыл түрінде көрінеді, кекету, иә, дұрыс айтасыз. Ал перифраз деген, ал әйгерім айта қойып, перифраз ол ауыстыра қолданыс бір түрі, заттардың немесе құбылыстардың атымен емес, олардың айрықша белгілеріне немесе қасиеттеріне негізе отырып ауыстыра атау. ерекше қасиеттерін жақсы отырады. Ал онда олай болса, қолдарыңызға қойылған әрбір жұптық жұмысты онда тастайық, уақыт есін көреді. Ал олай болса, жұптық жұмыс, сіздердің жұптарыңыз қандай? Не таптыңыздар? Осы пьесадан перифразды таптық. Жаман емес, өмірден түйгені бар ақылды. Өмірден түйгені деген перифраз. Жарайсың, жақсы отырады. Келесі, сіздер элитиз, иә? Элитиз айтып. Элитиз. Мамуля, мен үйленемін. Бұл жерде мамуля Үгіттелер, дұрыс, үгіттелер. Ол өйткені айтайын деп жатқан ойын шықса алмайсыз. Жақсы жарайсыңдар. Дұрыстау, сонда келесі. Бұл жерде мамуля, ағам ақырында мысық алтынатын болды. Бұл жерде мысық алтынатын болды. Осындағы Мысық алтынатын болды. деген сөз. Жарайсыз, ирония, кекетті. Бастан асып жатыр деген қандай сөз? Ол тілік деген бастан асып жатыр. Бұл протест. Бастан асып жатыр, яғни тілікті көп екен. Бастан асып жатыр деп күшейтіп айтып жатыр. Әсірелеп жатыр, иә? Жарайды, жақсы. Келесі. Үшінші топтың тапсырмасын тыңдайық, сіздерде мәтін, я болмаса сөйлем құралы еді. Қандай сөйлем құрадыңыздар, я болмаса мәтін бар? Біз көркемдеуіш құралдардан, перифраздан күн астындағы қара нәрсе ғой қамажай. Яғни бұнда қамажайдың бір өзіндік ерекше қасиетін күн астындағы қара нәрсе тұрған. Жақсы, перифраз етіп алдым, ал Мен идея бақыт болды, бірақ деді тағы да сөйлей алмай қалды ма? Ойын жеткізе алмайды, жақсы, эллипсис болады. Ал сіздер қандай сөйлем құрасыздар? Жеткішіп қара бұлттар қаптайды. Сол сияқты қамажайдың жан дүниесі қара бұлттай астан кестен. Бұл кезде психологиялық параллелизм. Дұрыс, жақсы. Әдемі сөйлемдер құрастырып біз отырамыз көрсек. Кәусар мен Айару, Жансая мен Сезім, бұл жақта Нұрмұхамед пен Сұлтан. Сіздер бағалап жүріңіздерші. Нұрмұхамед пен Сұлтанның құрастырған жұптық тапсырмасы дұрыс деп ойлайсыңдар ма? Біреу сабақты қорытау отырып, мына жердегі біздің әрбір шығармадан, әрбір сабақтан алатынымыз құнды нәрселеріміз бар, иә? Сол құнды нәрселеріміз осы құнды дүниелер пьесасында қаншалықты кездесті? Әсіресе адами құндылықтар бар ма екен? Қандай құндылықтар бар екен? Әпке пьесасының ой отырып. Әпешка? Адалдық туралы. Адалдық туралы. Татулық, жақсылық, бірлік, махаббат, қамқорлық, кешірімділік, жанашырлық, тағы сыйластық. Өте үлкен құнды дүниелер жинақтадық, иә, өз ойымызға, жақсы ма? Енді біз осы құнды дүниелерімізді қалай пайдаланамыз, қашан пайдаланамыз және қайда пайдалана аламыз? Өмірде, иә, қайда өмірде пайдаланамыз, күнделікті өмірде пайдаланамыз, болады екен. Қалай пайдаланамыз? Жақсы жағынан пайдаланамыз, яғни кімдердің арасында? Достарымыздың, ата-анамыздың және жақын адамдарымызбен. Жақсы. Қалай пайдаланамыз? Қалай пайдаланамыз? Жақсы, дұрыс айтасың. Бір-бірімізге деген мейірімді сөздерімізді, жақсы сөздерімізді айтып, иә, кешірімді болуымыз керек, жақсы. Тағы да дұрыс, тату болуымыз керек, адал болуымыз керек, әрқашанда мейірімді болуымыз керек. Қамажай сияқты бауырмашыл болуымыз керек, иә? Осы көркемдегіш құралдарды біз пьесадан іздеп таптық, қаншалықты бар екен әлі де көп, бірақ біз соны тағы да тест бойынша жұмыс жасап тастайын дедік. Сол бойынша телефондарыңызды алыңыздар, код жіберемін. Сол бойынша жауап беріп. Ал енді үйге тапсырма жазаламыз. Отбасы шағын мемлекет деген тақырыпқа эссе жазамыз. Сабаққа қорытындылай отырып, бағалай білді. Әрбір оқушы жақсы белсенді түрде қатысты деп ойлаймын. Умида, Еркебұлан, әрқайсымыздың алып жатқан балаларымызды, бәйгелерімізді, өз аттарымызды көріп отырмыз, иә? Олай болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сабақтан жақсы әсер алдық деп ойлаймын. Біраз нәрселер түсінгендерімізді біліп алдық, иә? Ажыраталдық, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.